нақты мәселе неде болды соны айтыңызшы. бұрынғы хозяина. Не үшін барды олар, не үшін ол жерде мәселен- таяқ жеп, не үшін отыр соны айтыңызшы. Мәселенің бәрі сол ғой. Сол жаңағы делдалдардың өздерінің енді олар заңсыз істеп отқан бизнесінен айырылып қалу ғой негізгі мәселе. Олар енді әрбір адамнан 21 мың теңгенің 10 мың теңгесін олар өздеріне алып отырған. 250 мың сом примерно сондай болады. Сондықтан енді ол жігіттердің де мысалы мына жақта біздің Қазақстанда Қарақалпақстаннан көшіп келген бауырларымыз да көп қой. Олардың бәрі де мысалы автобус алып сол жақта жүргізіп жатыр, мысалы сол жақта олардың бауырлары оларға көмектесіп жатыр мысалы. Солардың бәріне айтып түсіндірдік қой. Осындай мынандай болмайтын жерден сендер жаңағы дау шығарып жаңағы елге күлкі болып өзіміз жаңағы не болып отырмыз да.